Сәлем балақай, бүгін біз адал тышқанның ертегісін тыңдайтын боламыз. Ерте заманда адал тышқан өмір сүріпті. Ол ұлан-ғайыр кең далада, емін-еркін, әдемі тау мен тастың ортасында өзінің ғажайып ғұмырын кешіпті. Тышқанмен бірге көптеген жануарлар да осы ғажап далада өмір сүрген екен. Ал сен өзің қай қалада тұрасың? Әлде ауылда тұрасың ба? Соны комментарийға жаза кетсең болады. Біздің ертегіміз анау ақбас шыңның ішіндегі кішкентай алаңқайда орын алатын болады. Ал тышқанға келетін болсақ, тышқан өте сүйкімді, мейірімді, өзінің ісіне адал және де қолынан келмейтіні жоқ өте мықты шебер жануар екен. Тышқан өзінің достарына адал, айтқан сөзінде тұратын, өте ержүрек, мейірімді жануар екен. Және тышқанмен бірге осы ғажап далада аң патшасы арыстан да өмір сүрген екен. Әрине тышқан мен арыстан бірін-бірі таниды, бірақ бұл кезде дос емес еді. Күндердің күнінде арқыраған арыстан торға түседі. Арыстан ары бұлқынады, бері бұлқынып деп ақырады. Бірақ ешқандай пайда келмепті. Ол керісінше торға шырмала түсіпті. Ал ақырған арыстанға ешбір жануарлар баруға дәті шыдамапты. Бәрі алыстан қарап тұрыпты. Егер қасына барса, ашулы арыстан өзімізді жаралап қалады деп қатты қорыққан екен. Бірақ осы жаралы арыстанға көмекке кішкентай ғана тышқан барыпты. Ол қорықпастан торды кеміре бастапты. Тордың арқандарын кеміруді бастайды. Сол уақытта арыстан қарқ-қарқ күліп: «Әй тышқан, сен өзіңнің мына түріңе қарамай маған көмектеспекшімісің?» деп айғай салып күледі. Арыстанның ойынша кішкентай тышқан оған көмектесе алмайды деп ойлаған екен. Бірақ тышқан чиқ-чиқ етіп отырып, тез арқанды шет-шетінен кесе бастайды. Ол негізгі ниетімен арыстанды тордан құтқаруды ойлайды. Сөйтіп тышқан күн отырады, түн отырады. Өзінің еңбекқорлығы мен қайтпастығының арқасында арыстанның торын біртіндеп үзіп шыққан екен. Мінекей балалар, осы жерде біз тышқанның еңбекқорлығын, достыққа адалдығын көреміз, иә? Сөйтіп арыстан тышқанға өте қатты разы болыпты. Екеуі содан кейін айнымас достарға айналыпты. Өйткені адал дос бәрімізге керек. Балалар, бұл ертегіден қандай ой түйдіңдер? Сенің адал досың бар ма? Достық деген сен үшін нені білдіреді? Өзің де досыңа адал болсаң, жан-жағыңа жақсы адамдар жиналатынын ұмытпағайсың. Достық екі адамның бір-біріне шынайылығы, адалдығы, бір бағытта қарауы екенін ұмытпайсыңдар. Сөйтіп арыстан мен тышқан әлі күнге дейін сол ұлан-ғайыр далада тату-тәтті, бір-бірімен ақылдасып, бір-біріне қонаққа баратын керемет достар екен деседі.